Саламатсыздар ма оқушылар? Қазір 4 сыныптың қазақ тілі пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы етістіктің шақтарының бірінші түрі осы шақ. Оқу мақсаты етістікті тиісті шақта қолдану. Етістіктің мезгілін, уақытын білдіретін түрі шақ деп аталады. Осыған орай етістіктің 3 жағы болады. Осы шақ іс-әрекеттің қазір болып жатқанын білдіреді. Өткен шақ іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Келер шақ іс-әрекеттің алда уақытта болатынын білдіреді. Енді оқушылар оқулықтағы 7-ші жаттығуды оқиық. Табамын жерден керегін, аспанда зулап келемін. Аспан мен жерді жалғаған, шарықта көкте өлемін. Биіктен туды көремін, өрелі менің өз елім. Еңсесі биік ақ-орда, еңкейіп кіріп келемін. Шаңырақ мынау шалқыған, ұрпағым жүрер айтып ән. Елтаңба тұрар ескертіп, айналайын қалқымнан. Өлеңдегі негізгі ойды табайық. Отан, туған жерге деген сүйіспеншілік. Өлеңге ат қоямыз. Елім менің, өз елім деп алуға болады. Енді қарамен жазылған сөздерге мән берейікші. Зулап келемін, көремін, еңкейіп кіріп келемін. Бұл сөздер іс-әрекеттің қазіргі уақытта болып жатқанын көрсетеді. Мұндай сөздер етістіктің осы шағын білдіреді. Сонымен осы шақ іс-әрекеттің қазір болып жатқанын білдіреді. Не істеп отырмын, жатырмын, тұрмын, жүрмін. Не істеп отырсың, жатырсың, тұрсың, жүрсің. Не істеп отыр, жатыр, тұр, жүр деген сұрақтарға жауап береді. Және 3 шақта жіктеледі. Енді келесі тапсырмамыз. Етістіктердің ішінен осы шақта қолданылған сөздерді тауып, сәйкестендіреміз. Қай жақта тұрғанын анықтаймыз оқушылар. Жазып жатыр. Осы шақ. 3-ші жақ. Ұшып жүр. Осы шақ. Бұда 3-ші жақ. Тыңдап отырмын. Осы шақ. 1-ші жақ. Келесің. Осы шақ. 2-ші жақ. Өте жақсы оқушылар. Енді келесі суретке назар аударайық. Сурет бойынша шағын мәтін құрамыз. Мәтінге ат қойыңыз. Мәтінді жазу барысында осы шақтағы қимыл мәнді сөздерді қолданыңыз. 10-ші жаттығуды өз бетіңізбен түсініп орындаңыз. Назарларыңызға рахмет.